Кеш жарық қыздар, бүгін сіздерге дәмді болатын және тез әзірленетін рулеттің түрімен рецептімен бөліскім келіп тұр. Ол үшін бізге лаваш керек, тұз керек, 5 жұмыртқа керек, крабовые палочки және майонез қажет болады. Міне қыздар, жұмыртқамызды және крабовые палочкамызды осылай ұсақтап турап аламыз. Енді осыған кішкене тұз себеміз. Тұз сеуіп болғаннан кейін міне 2 жарым қасық салсаңыз да болады, майонезін салып араластырып аламыз. Міне достар, осылай қоспамызды араластырып аламыз. Одан кейін лавашымызды ашып, жайып, үстіне майонез жағамыз да сол лаваштың үстіне мына қоспамызды салып ораймыз. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай мен қоспамды лаваштың үстіне салып жайып алдым. Енді осыны ораймын. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай орап, сыртын салафонмен орап қойдым. Енді осыны 25-30 минутқа холодильникке қоямын. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай мен рулетім дайын болды. Осылай әдемілеп кесіп, өстіп турап дастарханға тартсаңыздар да болады. Астарыңыз дәмді болсын.